Қайырлы кеш бәріңізге достар. Бүгін өте уютный, сондай комфортный жерге жонышкам екеуміз келдік. Бұл Рис деген ресторан. Ішінің атмосферасы осындай. Өте керемет. Ең жақта ценасы, допустим, мына жерде үлкен 100 адамға дейін сіздер банкет жасай аласыздар. Любой уақытта 100 адам, 20 адам, 30 адам, количество бөлінеді. Және рестораны, караокесі де бар, вип-кабинкалар да бар. Толығырақ өзі аккаунттың ішіне кіріп көрсеңіздер болады. Достар, Рис ресторанның бұл фирменный куксиін қазір дәмін көруге келдім. Қазір бұның дәмін көріп, бір араластырып ішемін, қазір вообще масқара болады. Содан кейін айтқым келіп тұрғаны міне мынандай, бұл жерге келесіз, чисто говядина, еттен, міне біреуін, екеуін, үшеуін сабаласыз. Міне мына жақта қараңыздар. Мына жақта қараңыздар. Креветкеден 2 штук креветке қосамыз. 2 штук салаттар арнайы жасалған. Салаттарын біреу, салатынан екеу, салатынан үшеу қосып аламыз. Міне чуть-чуть кетчуп добавить етіп жібереміз. Раз қоямыз. Бисмилля. Оң қолмен жеу керек. Масқара. Келіңіздер. Түнделетіп прям необычный тамақ жегім келіп, Рис деген ресторанға келген болатынбыз. Қараңыздаршы, мына жақтың тамақтары енді прям өте керемет. Өткенде сториске салған едім ғой, пигози хочу деп. Мына жақтан таптым, прям көлемі үлкен, и осындай острый соустармен жүреді екен. Осындай креветочки заказ бердік өзімізге. Барлығы ұнап жатыр енді, салаттары барлығы аппетитный. Өзіме мына жақта томьям заказ берген болатынмын, бірақ мына куксиді қараңыздаршы, хит болған кукси. Бұл жақта енді өздерінің арнайы фирменный куксилары, прям ішінде енді өте мол иісі бұрқырап тұр. Келіп заказ берсеңіздер болады мына жерде, прям нереально. Короче, мен негізі томьям заказ берген ғой, и мына куксиді күйеуім заказ берген. Өзімше мен сенбей отырсам, мына кукси дейтін енді вообще кайф қой. Прикиньте, мен до этого өмірімде осымен куксиді бір 3-ші рет жеп жатырмын деймін. Бірақ енді мына жақта бөле басқаша жасайды ма, түсінбедім. Прям өзімнің бірандай ауыздың қалаған дәмі болады ғой, сондай болып тұр да. Кәдімгі нереально тоқтай алмай жеп жатырмын кәдімгідей. Күйеуімнен алып алдым. Вообще прям кайф мына жақтікі. Честно айтамын, вот 10-да 10 бердім. Похмелье жасайтын адамдарға вообще просто шикарно. Осы жаққа келіп дәм татсаңыздар болады.